Кризис басталып кетіп, Қожекең үйінде жалғыз қойы бар екен, қоздайынан асыраған. Сон базарға сатуға алып барған ғой. Базардан кіре беріс жерде алдынан делдал шыққап, Қожеке, ассалаумағалейкум, әкеңіз қойды өзіміз-ақ сатып береміз деп ақ қойыпты. Қожекең аңтаң үсті ба шаң-шаң андында жерде отырса, делдал базарды көшіріп айқайлап жатыр дейді. Халайық, міне саған қой деп Қожекең қойын айт деп. Ана жерде аукцион болып отқан ғой, 20 мың, 22 мың қалам, 23 мың қалам, 24 мың қалам деп. Патолог 30 мыңға барған кезде Қожекең делдалдан қойын ап қойып, айналайын, делдал әке қойды өзімде саталам деп. Болмағаннан кейін делдал халықты айынтып жатыр дейді. Ойбай, мынау немене бәле? Қожекең қой ауру ма, бас салбырап тұр ғой деген ғой. Сөйтсе Қожекең айтады дейді, бас салбырап тұрса немене? Қойым базарға бірінші рет келіп тұр, ұялып тұрған шығар деп. Бір ағамыздың жасы 40-та екен да, тәуіпке барыпты. Тәуіп, мен жасым 40-та, осы кезге кейін тапқан берекесі жоқ, бір тиын, бек тиын болмады депті. Сөйтсе тәуіп айтып, сен 40-тасың ба? 50-ге дейін шыда деп. Анау қуам кетіп, 50-ден кейін байып кетемін десе, жоқ ой, осы өмірге үйреніп қаласың деп айтады дейді. Бір генералдың баласы минаны балғамен ұрып отыр дейді, бомбаны. Сөйтсе біреу батып тұрып, не істеп болсын? Жарылып кетеді ғой, жарылса жарлап берсін, үйде тағы бар деп айтады дейді. Өзбек пен қазақ көріс тұрады екен. Сөйтсе қазақ кекіріп шыққан ғой әбетте. Сонымен өзбек сұрады, қазақ кекіретіндей не жеп шықтың деп. Сөйтсе қазақ айтады дейді, күріш деп. Сонымен өзбек айтты, солда тамақ болып ба? Өзбек өзің не жеп шықтың десе, өзбек айтты, мен палау жедім. Артынан көк шай іштім десе, қазақ айтады дейді, онда сенге де күріш болған екен ғой деп. Та қазақ пен өзбек сәсет көрші. Өзбектің қорасында помидор, бәдірек, қауын, қарбыз, бәрі клубника пісіп тұр. Қазақтың қорасында тап-тақыр іштеме жоқ, 2 өгізі бар екен да. Әбеттің кезі ұйықтап жатыр қазақ. Өзбек қорасында жүрсе, қазақтың бір өгіз босанып кетіп, мен қорасында шөп жоқ қана, өзбектің қорасын қиратып, ішіндегі помидорларын жеп, клубниканың үстіне аунап жатыр дейді да. Сөйтіп өзбек ана өгізге шамасы келмейді, қораның төбесінен шығып, қазақ деп айқайлапты. Қазақ деп, қазақ шығып, не болды айқайлап соншама, не болды? Ойбай, ана өгізіңді алсай, жаздағы пенетті құртты ғой деп. Сөйтсе қазақ тұра тұр депті да, үйіне кіріп кетті жүгіріп. Үйінен қамшап шығып, анау анаяқта жүрген өгізіміз үйдің алдында өгіз сабап жатыр дейді да жаңа. Одан ең бір ананас десе, босанып кетсе, бұл одан жаман деп. Сонымен бір өгізді соғым қып сойып жіберген ғой, жоқ өгіз. Бір жалғыз өгіз қалды. Bir gün ögüz tағы да босанып келіп, өзбектің қорасы тағы кіріп кетті. Соң өзбек айтты қазаққа, бұнды міне білем, қайта-қайта өгізің бір емес, екі емес, қоран бәрі бытшын шығарды ғой деп. Сөйтсе қазақ айтады дейді, осы сендердің тауықтарың үй жаққа туып кетсе де үндемейміз ғой деп айтады дейді. Бір жігіт айтады дейді, мен қазірде ән шығарып жүрмін деп. Қой, қашаннан бері композитор болып кеткесің ба не десе, ана жігіт айтады дейді, иә, кеше әннің бірінші куплетін енді айтып болсам, радиодан екінші куплетін айтып жатыр деп. Бір қыз Алматыға бірінші рет келіпті да, келе салып бір таксофонға барып айтады дейді, апай, маған ешкім звондаған жоқ па деп. Бір күні бір жігіттен сұрапты, бауырым, осы сен үйленгесің ба десе, ана жігіт айтады дейді, түрім өзі сондай деп. Бір жігіттен сұрап жатыр, бауырым, осы сен маған айтшы, ана суда жүретін балықтар неғып сөйлемейді десе, ана бала айтады дейді, көрірек сен басың суға тықпайса сөйлеген деп. Шал алтын балық ұстап алған ғой, шал. Сөйтсе алтын балық айтты, шал мен жібер, сен үштілең орындайын деп. Үштілең орындайын деген ғой. Сөйтсе шал айтты, балығы көп миды ашта берме деп, аузына алтын салдырып алып.